Бүгін ачучук салатын дайындадым. Үлкен көлемде құран оқытатын болсаңыздар, осы салаттың дымы қалмай жерініп кетеді. Палаумен, шашлыкпен жесеңіздер ең керемет салаттардың бірі. Бізге помидор, пияз, ащы бұрыш қажет болады. Пиязды тонкий деп айтады ғой, барынша чұп-чұқа қылып тураңыздар, үстінен салқын су құйып 10 минутқа қалдырасыздар. Өткір дәмі болады ғой, жағымсыз. Сол дәмді басу үшін пияз жемейтін адамның өзі осы кезде жейтін болады. Мына жерде қызанақ, помидорды да тонкий барынша чұп-чұқа қылып турауға тырысасыздар. Ащы бұрыш қызыл мен жасыл түрін пайдаландым. Бұны да майдалап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып жинақтаймыз. Пиязды да суынан сырғытып аласыздар. Ащы бұрышымызды қосамыз. Қара бұрыш, тұз қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Езіп алмай, тек қана жақсылап тұрып араласуы керек дәмдеуіштермен. Барлығын бір ыдысқа салып жинақтаймыз. Дәл осылай ұсына берсеңіздер де болады. Немесе үстіне өзінен қалған суын құясыздар. Және мен әсемдік ретінде көк пиязды да барынша майдалап турап бетіне әсемдеп қойып жібердім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшам өте пайдалы, кез келген рецепті тауып аласыз. Тіркеліп алуды ұмытпаңыз.